Сәлем достар, сіздермен бірге біз бірейдің қалдары. Бүгінгі видеода біз көңілді шарлар ойынын ойнаймыз. Иә, ол жерде жай ғана көңілді шарлар емес. Армантай ойнап жатыр, уже бастап қойды Армантай. Мынандай ұтыс ойындары болады. Қарандар, қандай? 2000 теңге. Иә, қарандар, қандай не зат бар екен. Бәрін ұтыласың. Мен 2000 теңге. Тағы кім не алғысы келеді? Ойна Қазақстан екі жағы бөлініп қапты ғой. Арман супер гол деген. Мынаны алғысы келіп тұр. Арман мынаны алғысы келіп тұр. Жоқ, ол ұнамай қалыпты. Барни бар, Мамбастик бар. Мә, ақша не істеп жатыр ма? Просто пробовал и шықпай қалды ма? Сен ше не ұтқың келеді екен? Ойбай. Көреміз қазір 2000 теңгені кім ұтатынын, иә? Кімге не түседі екен, соны көреміз, иә? Аға беттеңізші, аға бет қойсаңызшы. 2000 теңге жаққа кетеді. Ал, давайте. Ақшам берген қойын, бұл керек пе екен деді ғой. Лақтырып жіберді ма? Береміз жайым деді ғой. Бәрінен де бұрын Арманға қызық болып тұр ғой. Иә. Ал, давайте, кеттік па? Иә. Қазір шарларды тізіп, анықтап, кім кезекпен кезек, кім ұтады, кімге соны ойлап тұрмын да, мынау. Мынандай баклажкамен істейміз ба? Айналдырып, мына баклажканы былай айналдырамыз. Кімге анау басы түседі, сол шарды жарады. Ол шардың жаңағы несінде, жанында әртүрлі ұтыс тұрады. Мысалы, біреуінде мамба тұрады, біреуінде Қазақстан шоколад, біреуінде чупа-чупс деген сияқты. Солай тізіп шығамыз, иә, шарды? Келісесіңдер ғой? Ал, давайте, кеттік. Қалай білеміз? Ал, давайте, тізіп шығайық енді. Қасына 2000 теңге оқып қоямыз, иә? Иә. Оны қалай анықтаймыз? Мама. Қызық болайын деп тұр ма? Бір биология Ештеңке етпейді, солай қоя берсеңдер. биология пәнінен жасқа барқан сияқты болып кеттік қой. Арман құртты бәрін. Құрттың ғой бәрін дейді. Негізінде былай қойғамыз ау? Былай ше? Иә, дұрыс. Мынау жігіттің басы істейді. Мен көрсетпей қойсын. Сыйымды болады, иә? Сыйымды. Мынау бәрін шашқысы кеп тұр ғой, мына жігіт. Жіберіңдер, шашам деп отыр. Бұл әлі новогодний немен жүр ғой. Жаңа жылдың несі әлі кетпеген бұның үстінде. Аяқпен шапалақ. Мама, қарсаңыз. Аяқпен шапалақ. Сұртқа. Сосын аяққа жалғасып кетіңдер. Мә, көп қой, иә? Аяқ жағы бірдеңе болып кетті ғой. 2000 теңге мен бірінші орындады ғой. Үшінші орын бар не емес. Мармела. Супергольдік қымбат сияқты ғой, иә? Ондай үшінші орын деген жоқ. Просто ең басында 2000 теңге тұрады, қалғандар былай кезекпен кезек қоя беріңдер. Әр шардың жанына ше? Әр шардың жанына қойып шығыңыз. Мысалға, енді мына арғы бетке қойсаңдар, арғы бетке қойыңдар, арғы бетке. Арғы бетке ма? Әр шардың жанына ше? Қарасаңдар, мысалы, шығып тұрғанын қарасаңдар, мына кіріп тұрған жеріне қоясыңдар да. Иә. Бұлай. Иә, енді анан Бұлай. Бар нейді ғой? Ой, Армантай. Так, Еркебұлан ұйымдастырып жатыр. Әр шардың жанында осындай ұтыстар болады. Вау, күшті, Мамбастик. Скитлс бар. Барни бар. Мама, бірге қоя берейін ба? Қоя бер, арасына чупа-чупсы де қойыңдар. Менге 2000 теңге. Мама, 2000 теңге. Ана чупа-чупстың біреуін, мына 2000 теңгенің жанына қоямыз.
Бұл енді бас жүлде. Соңғы барған адам. Ал Енді біз немен анықтайтын болдық? Ошындыше, осы баклажканы аламыздар, былайына айналдырып боламыздар. Мхм. Кімге түседі? Мысалы, маржанға түсті ма? Қай жақтан бастаймыз? Оң жақтан, мына жақтан жарып бастаймыз да, былай жарып, былай ала береміз, таусылғанда ең соңғы адамға бас жүлде. Иә, бас жүлде. мамана екеуі бірдей уақытта ауыстырып Давай, ал, бастаймыз. Мен қалай отырам? Мен камераны түсіріп отырмын ғой. отыра берсеңші. Отырсаңшы кейін. Ал, бисмиллахир-рахманир-рахим. Чупа-чупс. Ал. Мама араб Давай. Сюрприз кетті. Кетті. ұстап тұрайын. Мамастик саржар. Сарын жарам ба? Иә. Мамбастик. Ауыспаймыз. Кезекпен келатыр. Не ол? Мамбастик. Екеуміздікі бірдей болды. Кән, соғыстырып қояйық. Сенікі қандай? Меніңше. ертең сабаққа тояйын деп тұрық қой. Сабаққа барасың ба? Иә. Маржан. Кезекпен барды ма? Шуана қазір барады. Абай отыршы. Қорықпа. Жарады. Сенде де мамбастик бар? Бірінші ойын бітті. Мен ұттым деп па. Бірінші ойында бүкілі басты приз алды, екінші ойын кетті. Мама. Боласыз ба? Бәрібір ғой. Айналдыру керек, тұра тұр. Тоқта, нанын ше, арырақ қоясың. Түсініксіз болып қалды. Үнжі. Қайталың Снейдж. Мама, сіз. Мен ба? Иә. Маған да қандай болады. Иә. Кәтелге онаған бұл қаза. Ал құлағымыз. Киткат. Көреміз ға, маған түспеуі де мүмкін. Ойбай, ертең сабаққа немене магазинға келесіз ба деймін. Аз не кетті. Біреуіңіздікі болды. Мынау кімдікі екен? Аға екеуміздікі. Әділ болады ғой. Үнжі. Алай ба енді? Иә. Мама жоқ, нечесіне қойып ғой. Нечесіне деген жоқ қой, ойын ғой бұл, ойын ғой. Рошен кетті. Не өттің сен? Екі чупа-чупсыны. Рошин кетті. Мен жолым болады емес, иә? Қайтадан. Нұрислам. Ой, любимый. Вау. Енді мажанға түссе екен. Честно алады ғой. Еще у меня есть чупа-чупс. Иә. Мама, кәпірекесі. Вау. Мен айналдырайын. Арман қорқып жатыр. Ой. Болды, қорықпа. Мама, болмайды, ол көп болып кетті ғой. Шлем. Мені мажан азақ болып кетті ғой. Ой, осы Сізге уж төртеу ғой. қақтарыңыз басып бере жесең түсіп кететін шығарсың. Мәссаған. Түспей қойды ғой. Маған қазақстан шоколад. Мәссаған. Мен кете берейін деп. Сен жармай-ақ қоясың ау, балам. Келесі шарларды ше. Жармай-ақ қоямыз ау, аны кім Арман қорқып жатыр. Әшейін просто шарды былай алды, затыңды ала сал болды. Иә? Иә. Арман қорқып жатыр. Мен маған істеген деп келем. Мама. Ма. Береді саған қазір, нөлік береді, нөлік. Мен байдым. Немесе мамам береді. Мамба. Бомбочак, Давай, просто жармаймыз, Арман қорқып жатыр. Ал дұрыстап отырайықшы. Кім біледі, бас жүлде Маржан сенікі болып қалуы мүмкін. Иә? Түсіп жатқанда Арман вообще непонятка түсінбей жатыр ғой. Не істеп жатыр мынау? Ал давайте дұрыстап отырып алайық.
маған түсті ғой маған я. жоқ дұрыстап істеу керек дұрыс. О, Маржан. Ал, давайте. Давайте тығыз отырайықшы. Чтоб честно болсын, давайте. Тығыз отырыңдар. Тығыз отырамыз. Давайте. Ешқандай арамызда не болмасын. Жақын отыр, жақын отыр. Тізелерін тигізіп жақын отырайық. Ал, заттарыңды ал. Финал! Маржанның қуанышында шек жоқ достар. Финал Маржан жеңсін. Кім не ұтты? Давайте. Сенікі не? Мен ең көп зат. Ойын ғой не болды? Сенде? Ойын болды. Күшті нәрселер ғой. Маржан айттым ғой бұйырат деп. Қарсаңызшы мама. Мама істеп ғой дейік. Заттарын беріп, 2 теңгем бар ғой. Иә, молодец, құтты болсын. Супер ойын құтты болсын. Рахмет. Мынау менікі. Ал енді мына жерді жинаймыз. Ал, давайте, кім не ұтты? Мен бір чупа-чипс, сосын мармелад, сосын 2000 теңге, сосын мамба. Сенкі? Мармелад, супермаркет, мама. Мәссаған, ең көп сенкі болыпты ғой, Менікі міне. Біз жаңа інжу екеуміз ауыстырып алдық ол. Мармеладпен ауысайықшы деп ауыстырып алды. Қазақстан шоколад жақсы көремін. Ал. Ойын ұнады ма? Мен болған біз бірейдің балдары. Сау болыңыздар. Ойын ұнаса. Лайк басып, коммент жазып және подписаться етіп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл ойынды отбасыларыңызбен ойнап көрсеңіздер өте қызық болады. Ал енді жинаймыз анау шашқан шарларымызды. Яғылды күшті ма заттарың? Есептегіңіздер. 500, 650, 750, 800 теңге. Мама, мен өзім заттарымды 800 теңгеге бағалаймын. Жаңа отқан 2000 теңгесін 1000 теңгеден майдалап бердім. 1000 теңгесін копилкасына салам дейді Маржантай. Ал 1000 теңгесін не істейсің? Сабаққа жаратам. Ей жаным. Мұнда 800-даш. Ой, бұл магазин ұстаған. Жақсылап дүкенге барғанда сұрап алмақ ма? Қанша теңге тұрады де? Мысалы, бір затың 2-3 теңге тұрса, алатын не аласың? 2-3 теңге тұрса, саған 800 теңге қайтару керек. Сол 800 теңгеңді санап ал, жарай ма? Апай, мен нан асам 1000 теңге бар, қанша теңге қалады деп сұра. Мысалы, 850, 250, 850 десе, 850-ге қосшы жер 250 1000 шығатын болса, ала бер, егер 1000-ға жетпей қалса, әпшесі мастер-класс өткізіп жатыр. Ақша жаратудың. Жетпей қалса, апай маған мынанша теңге жетпейді, мынандай тұрады, маған сол бағадан алып беріңіздер.